Ал Қанекей, жырым болсын толықты, Ыбырайға жыр арнайын көрікті. Қайталанбас тумасына тобылдың, бүгін міне 180 жыл толыпты. Алталашқа асқар таудай атынық, Ыбырай бұл еш таусылмас тақырып. Ақын өскен кең жазығы тобылдың, деп тұрғандай, кел балалар оқылық. Білім берген небір шәкірт балаға, ғасырлардан көш ұзаған ғұлама, әдебиеттің атасы Ыбырайды мәңгілікке өлді деуге болама. Кім ақынды менсінбеген жек көрген, Ыбырай ғой ақыл ойды көп берген, ол халықты әшкерелеген зорлықпен үстем таптың әрекетін жек көрген. Өлеңімен елге шырақ жандырған, әңгімесі құлақ қыбын қандырған, сөзі емес тәні кетіп келмеске, ұрпағына мұрасы мол қалдырған. Өлеңдері ғажабы ғой ғажаптың, бұдан еткен бұғауынан азап мұң. Торғайымның алғаш болған ұстазы Ыбырай бұл кемеңгері қазақтың.